Баршаңызға сәлем. Дәмді әрі тез дайындалатын үгілмелі самса дайындаймын. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ыдысқа 1 жұмыртқа, 1 шай қасық қант, 1 шай қасық тұз салып араластырамыз. Ерітілген сары май, сүт құйып, екі ас қасық қаймақ салып араластырамыз. Алты жүз грамм ұнға 1 шай қасық қопсытқыш қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды пакетке салып 20 минутқа мұздатқышқа қойып қоямыз. Самсаның салмасын дайындаймыз. 400 грамм фаршқа 1 пиязды ұсақтап турап саламыз. Теркадан өткен картоп саламыз. Ас көк, қара бұрыш, тұз, дәмдеуіштер қосып араластырамыз. Қамырды мұздатқыштан алып, бөліктерге бөлеміз. Ортасына салмасын салып, самсаны түйеміз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, кунжут себеміз. Пешке 180 градуста 15-20 минутта қызарғанша қойып қоямыз. Үгілмелі самсамыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Әйгерім.